Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен пайдалы салат әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге қызылша, рукола, апельсин, фетакса, асқабақ дәні, зәйтүн майы қажет. Рецепті төменде қалдырып кетемін. Асқабақ дәні ақуыздың қайнар көзі. Асқабақ дәнінің құрамында жүректің жұмысын қалыпқа келтіретін магний бар. Дәнектердің құрамында фитостеролдар қандағы холестериннің деңгейін төмендетеді. Қан қысымын тұрақтандырады. Осы қасиетіне байланысты қан қысымы жоғары адамдар жиі шағып тұруға кеңес беріледі. Мидың жұмысын жақсартады. Асқабақ дәнінің құрамындағы триптофан амин қышқылдары ағзамыздағы серотониннің өнуіне жол ашады. Бұл ұйқының толықтай жақсаруына септігін тигізеді. Цинк бас мидың жұмысын жақсартады. Есте сақтау қабілетін жоғарылатып, ағзадағы шаршауды басады. Жүкті әйелдерге жүктіліктің алғашқы айларында мазалайтын токсикозбен күреседі. Ішек үшін пайдалы. Іш қатудың, яғни запордың алдын алады. Біздің заманымыздан бұрын асқабақ дәнін ішек құрттарға қарсы дәрі ретінде пайдаланған. Оның құрамындағы кукурбин паразиттер үшін ең күшті у болып саналады. Рукола антиоксидант көзі, иммунитет көтереді, сүйектерге пайдалы, К дәруменіне бай. Рукола зат алмасумен ас қорытуды жақсартады. Құрамында В тобының дәрумендері ағзадағы майды ыдыратып, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қатерлі ісікке қарсы. Құрамындағы фотохимиялық заттар рак жасушаларының белсенділігін жояды. Рукола көруді жақсартады. Пайдалы салатты жасап көруге кеңес беремін. Егер сіздерге пайдалы болып жатса, лайк басып достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер.